Ассалаумағалейкум, ардақты Алаш жұрты. Бүгін 5-ші Наурыз. Қазақтың маңдайға біткен асыл текті ұлы Әлихан Бөкейхановтың туған күні. Мен осы күні барша қазақ халқын осынау ұлы тұлғаның туған күнімен құттықтай отырып, ол кісінің ортаға қойған 5 үлкен қазақ мемлекеттілігі мен қазақ ұлтының дамуындағы аса маңызды мәселелерді айта отырып, соған қатысты өзімнің 3 сұрағымды барша Алаш баласының назарына ұсынғым келеді. Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш арыстары мынандай 5 мәселені ортаға қойды. Олар: біріншіден, жер туралы. Қазақ халқы индустриясы дамыған, ұлттық буржуазиясы қалыптаспай тұрып, жерді жеке меншікке беруге болмайды деді. Екіншіден, қазақ жерінің жер беті және жер астындағы барша байлығы ұлттық мемлекетке қызмет көрсету керек деді. Үшіншіден, қазақ жері аграрлық мемлекеттен агроиндустриал мемлекетке айналып, қылаяғы әрбір малдың жүніне дейін ол халықтың керегіне жарап, киім ретінде пайдаланылу керек деді. Төртіншіден, қазақтың тілі, діні және ділі үстем орында тұру керек деді. Бесіншіден, қазақ Жапония секілді ғылымға, заңға және ұлттық ерекшелікке сүйенген дамыған мемлекет болсын деді. Міне, осы айтылған аса маңызды мәселелердің ортаға салынғанына да бір ғасыр уақыт өтті. Бірақ әлі де толықтай шешімін таппай келеді. Енді сұрағыма көшейін. Біріншіден, Әлихан Бөкейхановтар айтқан осы мәселе геосаяси және геоэкономикалық орнынан аса нәзік орында орналасқан, айналасында ірі елдер бар, жері аса кең, әр аса бай, халқы аса аз болған, енді ғана мал шаруашылық қоғамынан, егіншілік қоғамынан енді ғана дамуға бет алған халық үшін тым жоғары өлшем болмай ма? Әлде орындауға мүмкіндігі бар дүние меді? Екіншіден, біз егемендік алғанымызға 30 жыл уақыт болса да, осы мәселелерді әлі толығымен шеше алмай отырмыз. Бұған не себеп, не кедергі? Үшіншіден, егер Әлихан Бөкейханов бастаған Алаш арыстары бүгінгі күні бар болса, немесе олар жасаған дәуір бүгінгідей Қазақстан егеменді мемлекет болған болса, олар осы ортаға қойылған мәселелерді орындай алар ма еді? Әлде орындай ала алмай ма? Бұған да не себеп? Міне, құрметті Алаштың азаматтары, бұл 3 сұрақ туралы ойларыңызды ортаға салып, бүкіл қоғам болып талқылап, Алаш арыстарымыздың арғы мақсат мүдделеріне бойласап артықтық етпейді. Сіздермен бірге болып ой бөліскен Абай атындағы педагогикалық университетінің ұстазы Қастер Сарқытқанұлы. Есен амандықта болайық. Бабаларымыздың ортаға салған осынау ұлы идеяларының орындалуын бір Алладан тілейік. Және барша азамат болып ат салысайық.